тақырыбы мектеп алды даярлық тобына арналған дидактикалық ойындар жинағы. Мақсаты дидактикалық ойындар арқылы балалардың білімдерін кеңейтіп, тілдерін байланыстыра сөйлеуге үйрету. Міндеттері дидактикалық ойындар, олардың атқаратын қызметі, олардың құрылымдары, негізгі түрлері, әдістемесі және оларға басшылық жасау туралы жалпы түсінік беру. Білім беру саласы бойынша дидактикалық ойындарды таңдау және жүйелеу. Баланың қызығушылығын туғызу. Өзектілігі: ойын мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. Ойын үстінде баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады. Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл әрекеті ойын. Сондықтан да ойын оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев ойын ойнап, ән салмай өсер бала бола ма деп айтқандай, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Дидактикалық ойындар үш түрін қамтыдық. Онда заттық дидактикалық ойындар, үстел үстінде ойналатын дидактикалық ойындар, сөздік дидактикалық ойындар. Заттық дидактикалық ойындар ол ойындарды ойыншықтар мен нақты заттар қолданылады. Олармен ойнап, балалар салыстыруды үйренеді, заттардың ұқсастығы мен айырмашылығын белгілейді. Ал үстел үсті ойындарында дидактикалық ойындар балаларға арналған қызық сабақ түрлері бойынша олар әртүрлі сыңар суреттерді, лего, домино ойындары ойнаған кезде шешілетін тапсырмалар әртүрлі. Сөздік ойындар ойнаушылардың сөздері мен әрекетінен тұрады. Мұндай ойындарда балалар заттар туралы түсініктеріне сүйеніп, олар туралы білімдерін тереңдетіп үйренеді. Енді осы ойындар арқылы балалар ойын ойнап жатқан кезде ойын ережесін бұзбау, яғни тәртіпке үйренеді, ойын арқылы ой қабілетін дамытады. Осы ойындар арқылы есте сақтау қабілеті дамиды, сабаққа қызығушылық артады, байқампаздық артады, зейіні қалыптасады, өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады. Енді біз дидактикалық ойындар жасағанбыз, тобымызда балалармен жұмыс жасаймыз. Үстел үсті ойындар балаларында мозаикалардан құрастырады, әрбір тақырыптарға берілген көкөністер, көлік түрлері, әртүрлі нелерге байланысты мозаикаларға соны құрастырып өздері. Осы